Фернандо Хосе Торрес Санс, испанша Фернандо Хосе Торрес Санс 1984 жылы 20 наурызда дүниеге келген. Фуэнлабрада, Мадрид. Испандық футбол жаттықтырушысы, бұрын шабуылшы ретінде ойнаған. Қазіргі уақытта ол Атлетико Мадрид U19 командасының бас бапкері. Торрес мансабын Атлетико Мадридте бастады. Жастар жүйесі арқылы өтіп, оны негізгі командаға айналдырды. Ол 2001 жылы командадағы алғашқы дебютін жасады және клубтағы қызметін 174 лига ойынында 75 голмен аяқтады. Ла Лигадағы дебютіне дейін Торрес екінші дивизионда Атлетико Мадридте 2 маусым ойнады. Онда ол 40 рет шығып 7 гол соқты. Торрес 2007 жылы Премьер-лиганың Ливерпуль клубына ауысып, клубтық рекордтық ақыға қол қойды. Энфилдтегі алғашқы маусымында ол 1995-96 жылы Робби Фаулерден кейін бір маусымда 20 гол соққан алғашқы Ливерпуль ойыншысы болды. Өзінің мансабындағы ең жемісті кезеңде ол қызылдар тарихындағы 50 лига голын соққан ең жылдам ойыншы болды. 2008 және 2009 жылдары ол FIFA нұсқасы бойынша әлемнің үздік ойыншыларының тізіміне енді. Торрес 2011 жылдың қаңтарында Челси құрамасына рекордтық 50 миллион фунт стерлингке қосылды. Бұл оның тарихтағы ең қымбат испан ойыншысына айналдырды. Челсидегі алғашқы толық маусымында Торрес Англия кубогын және UEFA Чемпиондар лигасын жеңіп алды. Келесі маусымда ол 2012-2013 жылғы UEFA Еуропа лигасының финалында гол соғып, Челсиге бірінші рет жарыста жеңіске жетуге көмектесті. Торрес 2003 жылы Португалия құрамасына қарсы дебют жасаған испандық футболшы. Ол Испания құрамасы үшін 100-ден астам матч өткізді және өз елінің барлық уақыттағы үшінші бомбардирі. Испания құрамасымен 6 ірі турнирге қатысты: Евро 2004, әлем чемпионаты 2006, Евро 2008, әлем чемпионаты 2010, Евро 2012 және әлем чемпионаты 2014. Испания 2008 жылдан 2012 жылға дейін 3 турнирде жеңіске жетті. Торрес Евро 2008 және Евро 2012 финалында гол соқты. Ол 2008 жылғы Еуропа чемпионатында жеңіс голын соғып, 2012 жылы үздік бомбардир ретінде алтын бутсы иегері атанды. Бойы 186 см. 2018 жылдың 10 шілдесінде Фернандо Торрес Саган Тосуға қосылды. Испаниялық шабуылшы жапондық клубқа еркін агент ретінде ауысты. Ол клуб сапындағы алғашқы голын 22 тамызда Император кубогында соғып, 4-ші раундта Висел Кобе командасын жеңді. 5 күннен кейін оның бірінші лига голы болды. Ол Гамбо Осака командасын 3-0 есебімен жеңген кезде бір гол соғып, тағы 2 ассистент жасады. 2019 жылдың 21 маусымында Торрес футболдан кететінін хабарлады. 2021 жылдың 25 шілдесінде Атлетико Мадрид Торресті Мадрид клубының жастар командасының бас бапкері етіп тағайындады. Жастар құрамасының жаттықтырушысы ретінде 2021-2022 жылғы UEFA жастар лигасының жартылай финалына шыға алды.